Тәуелсіз, мәңгілік елдің көрнекті тарихи жері болуы керек. Біздегі ең көрнекті қала Түркістан. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жер бетіндегі әр халық үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбатты ештеңе жоқ. Бұл ата-бабамыздың арманы жүзеге асқан ұлы күн. Тәуелсіздік таң атып, еліміз егемендігін алғалы биыл 29 жыл. 1991 жылы Кеңес одағы құрамындағы елмен қатар Қазақстан да өзін тәуелсіз мемлекет деп жариялаған болатын. Ал ел президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге жария етуші өзінің мемлекеттік рәміздері пайда болды. Ширек ғасырдан аса жол жүріп өткен жас мемлекеттің өткеніне көз жіберсек, асқан асуы мен белестері аз болмаған. Қарқындап дамып келе жатқан еліміз тәуелсіздіктің 3-10 жылдығы қарсаңында толағай табыстарға жетіп үлгерді. Соның ішінде әлем таныған жаңа тұрпатты демократиялық құқықтық мемлекет, саяси әлеуметтік тұрақтылық, рухани келісім, ішкі және сыртқы қауіпсіздікті одан әрі нығайту, дәйектілікпен жүргізілген жүйелік, әлеуметтік, экономикалық және саяси реформалар арқылы қол жеткізілген экономикалық өсу. Бұдан бөлек ел астанасын Сарыарқа төріне бекітіп, жаңа қала салынды. 10 жылдан аса уақыт ішінде Нұр-Сұлтан қаласы әлемнің озық қалалармен дәрежелес қалаға айналды. Талай халықаралық, дүниежүзілік шаралардың да осында өтуі бір мәртебе. Бұдан кейінгі тәуелсіздік жемісі жаңа Түркістан. Еліміздің рухани шаһарына облыс орталығы статусының берілуі білікті көшбасшының ұтымды шешімі болды. Өйткені Қазақстанды әлемге танытуда Түркістанның да орны айрықша. 2018 жылдың 19 маусымында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев оңтүстік Қазақстан облысын Түркістан облысы деп қайта құру туралы жарлыққа қол қойды. Құрметті қауым, оңтүстік Қазақстанның облысы енді бұдан былай Түркістан облысы деп аталсын деген жарлыққа қол қойды. Ал киелі қала облыс орталығына айналды. Содан бері көне қаланы тұтас түркі ғана емес, әлем елдері жаңа қырынан тани бастады. Дәл сол жылы 29 қыркүйекте елбасымен бірге үкімет басшысы, министрлер мен елдегі ірі компания жетекшілері, шетелдік инвесторлар бас қосқан кездесуде Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени, рухани орталығы ретінде дамыту бойынша бас жоспардың тұжырымдамасын мақұлдау және Түркістан арнайы экономикалық аймағын құру туралы жарлықтарға қол қойған еді. Тұңғыш президенттің тарихи бастамасын жалғастыруды мақсат етіп, ел тізгінін қолға алған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістанды дамыту мақсатында үкімет пен жергілікті әкімдікке жүйелі тапсырмалар беріп, қыруар жұмыс жүргізуде. Қасым-Жомарт Кемелұлы ең алғашқы сапарын осы Түркістаннан бастағаны ел есінде. Бүгін мен түркі дүниесінің рухани астанасы Түркістанға тағзым ету үшін арнайы келдім. Түркістан еліміздің алтын бесігі, мәдениетіміз бен руханиятымыздың символы және бүкіл халқымыздың бойтұмары. Бұл қасиетті жерді көзіміздің қарашығындай сақтап дамытуымыз керек. Елбасының бұл қалаға ерекше мәртебе беру туралы шешімі кездейсоқ емес деді ол. Міне, 2 жылдан астам уақытта қалаға сән кіріп, жаңа ғимараттармен толығуда. Түрлі тарихи оқиғаның куәсі болған Тұран даласында Әмір Темір салдырған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі әуелден ақ көптің арманы. Ал жаңа Түркістанды көру әрбір туристің қызығушылығын арттыратыны анық. Жалпы халықтың да қаламызға деген көзқарасы ерекше. Орта ғасырларда қазақ хандығының астанасы болған тарихи мәдени қала Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан. Алып қазақ даласының қиыр шетінде хандардың таққа отыру салтанаты өткізілген киелі жер. Жаңа ғимараттар, амфитеатр, Ақжайық музыка мектебі, Ұлы дала елі орталығы, драма театры, Қожа Ахмет Яссауи мұражайы, Әмбебап кітапхана, Ұлы Жібек жолы, қолөнер шеберлер орталығы, Конгресс холл, концерттік залы, Алатау медиа орталығы, халыққа қызмет көрсету орталығы, Әуенді су бұрғақ, Нұр-Сұлтан алаңы, қабылдау орталығы,
тарихи сәулет үлгісіндегі шығыс моншасы, неке сарайы, Түркістан облысының әкімшілік іскерлік орталығы, басқармалар ғимараты, департаменттер ғимараты, халықаралық әуежай, оқушылар сарайы, халықаралық стадион, цифрлық кеңсе, бассейні бар спорт кешені, смарт-сити байланыс желілері, қалалық саябақ, туризм бағытындағы колледж, олимпиадалық резерв орталығы және Риксус Түркістан қонақ үйі, фитнес орталығы, 900 орындық мектеп, Яссы шағын станциясы және басқа да нысандар Түркістанның көркін ашып, халық игілігіне қызмет жасауда. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі ең алдымен халқымыздың бақыты, ұлтымыздың ұлы мұраты. Еліміздің еңсесі биік, туымыздың тұғыры берік, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай.